Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз 25-ші нұсқаның В бөлімін талдаймыз. 11-ші есеп. 6 түрлі көкөніс бар. 3 түрлі көкөністен салат жасау керек. Салаттың қанша түрін жасауға болады? Біз терумен шығарамыз, яғни 6 көкөністен 3 көкөністі таңдап алуымыз керек. 6 факториал, 3 факториал, 6-дан азайтамыз 3 факториал, тең болады. 6 факториал, 3 факториал, көбейту 3 факториал, тең болады. 6 факториалды 3 факториал көбейту 4, 5, 6 деп жазамын. 3 факториал, 1, 2, 3. 3 факториал мен 3 факториал қысқарады. 2 мен 3-тің көбейтіндісі 6, 4, 5-ім 20. 20 түрлі салат жасауға болады екен. 12-ші есеп, 5 сан берілген. Мұндай есепті біз алдыңғы нұсқаларда да талдаған болатынбыз. Осы сандардың ішінен тең сандарды тауып аласыз. Бұл жерде енді уже үйренгенде боларсыздар. А және Е саны, себебі 98, түбірасты 98-ді 49 көбейту 2 деп жазуға болады. 49-дан түбірастынан 7 шығады, 7 түбірасты 2. Есепті көбірек шығарған сайын сіздерге жауабы шығып тұратын болады. Қандай екі санның көбейтіндісі 97, Б мен Д сандарын тексереміз. Б көбейту Д тең болады. 7 түбірасты 2 қосу 1, 7 түбірасты 2 азайту 1, 7 түбірасты 2, 7 түбірасты 2-ні көбейтсеңіз, бізде 98 шығады, азайту 1 тең 97. Яғни Б және Д сандарының көбейтіндісі 97. Арасында 9 бүтін, түбірасты 9 бүтін оннан 2 болатын тізбектес 2 бүтін сан. Біз А және Б сандары деп алып жүрміз. Квадраттап жіберсек 9 бүтін оннан 2. А квадраттан үлкен, бірақ Б квадраттан кіші. 9 бүтін оннан 2-ден үлкен қандай сан бар? Қандайда бір санның квадраты болатында, ол бізде 16 және 9. Демек, А бізде 3-ке тең, Б 4-ке тең. 3 және 4 деген сандар тізбектес 2 бүтін сан. Олардың арасында түбірасты 9 бүтін оннан 2 саны орналасады. 13-ші есеп, ықшамдаңыз. Квадрат түбірдің астында қандайда бір санның квадраты тұрса, біз оны бірінші былай модульмен алатын боламыз. Және осы екі санды салыстырып аламыз. Түбірасты 5 үлкен болады. Тең болады. Түбірасты 5 азайту 2, азайту түбірасты 5. Минус 2 шығады. Яғни 2 бізде түбірасты 5-тен кіші болатын болса, онда мына екеуінің орнын былай ауыстырып жазып аласыздар. Түбірасты 5 азайту 2 деп. Алдына минус таңбасын шығарып жібереміз, бірақ ол модульдің астынан бәрібір плюс болып шығады, сондықтан мына жерде түбірасты 5 азайту 2 шығып тұрғаны содан. 14-ші есеп, берілген өрнектің мағынасы болмайтында X-тің барлық мәндерін табуымыз керек. Ол үшін бөлшектің бөлімін 0-ге тең деп аламыз. Қандай сандарды қосқан кезде 1, көбейткен кезде минус 56 шығады. Жалпы 56 ол 7 мен 8-дің көбейтіндісі. Ал минус 56 шығу үшін және қосқанда 1 шығу үшін ол минус 7 деген сөз. Сонда минус 7-ні және 8-ді X-тің орнына қойған кезде өрнектің мағынасы болмайды. Ықшамдаңыз. Алымын жазып қояйын. А квадрат Б. Бөлімі бізде А азайту Б-ның квадратын береді. Көбейту А азайту Б бөлімінде А. Қысқаратындарды қысқартамыз. А мен А-ның квадраты. Сонда қалады. Алымында А көбейту Б бөлімінде А азайту Б. 15-ші есеп. 15-ші есепте тізбектің алғашқы 6 мүшесі берілген. 2-ден 1, 2, 2-ден 9, 8, 2-ден 25, 18. Тізбектің келесі мүшесін табуымыз керек. Яғни біз көріп тұрмыз, бөлімі барлығының 2 болатындығын. 2-ден 1, алымы 1, бөлімі 2. 2-ден, мына жерде 2-ден 4 болды. Себебі 4-ті 2-ке бөлсек 2 шығады. 2-ден 9, мұнда 2-ден 16. Байқап отырсақ, бөлімі 2, ал алымдары қандайда бір санның квадраты. Мысалы, мына жерде 2-ден 4, мұнда 2-ден 16, мына жерде 2-ден 36,
Демек, келесі 2-ден 49 болады. Себебі 7-нің квадратын аламыз. Келесі жалпы формуласы берілген тізбектің 31-ші мүшесін табуымыз керек. Егер алдыңғы сабақтардың барлығын қарап жүрген болсаңыздар, бұл есептер сіздерге ешқандай да қиындық тудырмайды. 33-тен 33-ке бөліп жібереміз, 11-ден 10. Келесі есеп 16-шы, өлшемі 5-те 4 болатын тіктөртбұрышқа радиусы 1,5 см болатын дөңгелек іштей сызылған, кездейсоқ салынған нүкте дөңгелектің ішінде болу ықтималдылығы. 5, 4, 1,5 болатын дөңгелек іштей сызылған. Ол үшін қалай табамыз? Тіктөртбұрыштың ауданын тауып аламыз, дөңгелектің ауданын тауып аламыз. Тіктөртбұрыштың ауданын табу үшін 5-ті 4-ке көбейтеміз, 20. Дөңгелектің ауданы бізде пи квадрат, яғни 1,5, 2-ден 3-тің квадраты көбейту пи. 4-тен 9 пи. Енді дөңгелектің ішіне түсу ықтималдылығын табу үшін А оқиғасы дөңгелектің ішіне түседі деп аламыз. Сонда дөңгелектің ауданын тіктөртбұрыштың ауданына бөлеміз. 9 бөлінген 4π бөлігінде 20 тең болады. 4-тен 9πді көбейтемін 20-дан 1-ге. 89π. 9π бөлінген 80. Немесе 3,14-ті қойып, оны 9-ға көбейтіп, 80-ге бөліп тастауларыңызға болады. 17-ші есеп, геометриялық прогрессия берілген, бірінші мүшесі минус 5-ке, еселігі минус 3-тен 2-ке тең, 5-ші мүшесін табуымыз керек. 5-ші мүшесін табу үшін бірінші мүшесін еселігінің 4 дәрежесіне көбейтеміз. Минус 5-ті көбейтеміз, минус 3-тен 2-нің 4 дәрежесіне, минус 5 көбейту. Кез келген санның жұп дәрежесі оң сан болады. 3-тің 4 дәрежесі 81, 2-нің 4 дәрежесі 16. Тең болады, минус 81-ден 80. Шексіз кемелі геометриялық прогрессияның қосындысын табудың формуласы тағы да жазып қоямыз. Бірінші мүшесін бір азайту қуға бөлеміз. Тең болады, минус 5, бір азайту минус 3-тен 2, тең болады, минус 5, бір қосу 3-тен 2, тең болады, минус 5, 3-тен 5, тең болады, минус 3. Шексіз кемелі геометриялық прогрессияның қосындысы минус 3-ке тең. 18-ші есеп, жаяу жүргінші 9 километрді қандай да бір жылдамдықпен жүріп өтуі тиіс. Бірақ ол жылдамдығын 2 км/сағатқа арттырып, 9 километрді 40 минутқа тез жүріп тастады. Жаяу жүргіншінің меншікті жылдамдығы, яғни бастапқыда қандай жылдамдықпен жүретіндігін, яғни қанша км/сағатпен жүретіндігін табуымыз керек. Бұл жерде S 9 км, бастапқы уақыты бізге белгісіз, және жылдамдығы да белгісіз. Ол бізде X-ті. Енді тағы сол 9 километрді 45 минутқа тез жүріп тастады. 45 минутты біз сағатқа айналдырамыз. 60-тан 45 тең болады. 15-ке бөліп жіберсем 4-тен 3. 4-тен 3 сағатқа тез жүрді. Алып тастаймын бастапқы уақыттан. Және жылдамдығын 2 км/сағатқа арттырды. Бұл жерде бізге жылдамдық табу керек, сондықтан былай есептеп аласыз. S тең болады V көбейту T. Мұнда S тең болады T көбейту X. Мұнда S тең болады T азайту 4-тен 3 көбейту X қосу 2. Енді бізге бұл жерде тек қана жылдамдық керек болғандықтан уақытты табамыз. Уақытты табу үшін арақашықтықты жылдамдыққа бөлеміз. Мұнда да дәл солай T азайту 4-тен 3 тең болады. S-ті X қосу 2-ке бөлемін. T-ның өзін табу үшін S бөлінген X қосу 2-ге қосамын 4-тен 3-ті. Немесе S бөлінген X-тан алып тастаймын. S бөлінген X қосу 2-ні, сол кезде тең болады 4-тен 3. Енді әрқайсының әндерін қойып шығамын. S-тің орнына 9, X азайту 9, X қосу 2 тең болады 4-тен 3. Ортақ бөлімі 4x, x қосу 2 болады. Мен қазір оны жазбаймын. Бірден тоқтауыш көбейткіштен беремін. Мұнда 4x қосу 2,
Мұнда 4х, мұнда х квадрат қосу 2х-тан берем. Енді мұнда жазамын. 36х, 4-ті 2-ге көйтеміз 8, қосу 72, азайту 36х тең болады. 3х квадрат қосу 6х. 36х минус 36х жөліп кетеді. 3х квадрат қосу 6х минус 72 тең 0. 3-ке бөл жіберемін. Сонда х квадрат қосу 2х минус 24 тең 0. Қандай сандарды қосқан кезде минус 2, көбейткен кезде минус 24 шығады. Қандай сандарды көбейткенде 24 шығады? 6 мен 4-ті. Енді азайтқан кезде минус 6 шығу керек. Демек, минус 6 және 4. Біз минус 6-ны алмаймыз, ол бөгде бір. Сонда есептің жауабы жаяу жүргіншінің жылдамдығы 4 км сағат болады. 19-шы есеп өрнекті ықшамда. Синус екі бұрыштың айырмасының синусы, екі бұрыштың қосындысының синусы, біз сол формула бойынша ашамыз. Оны алдыңғы сабақтарда мен жазған болатынмын. Синус 120 градус көбейту косинус альфа минус косинус 120 градус көбейту синус альфа. Азайту синус 120 градус көбейту косинус альфа. Мұнда плюс ет, мұнда минус болып кетеді. Минус косинус 120 градус көбейту синус альфа. Таңбалары әртүрлі. Минус 120 косинус альфа, плюс синус 120 косинус альфа қысқарып кетеді. Сонда қалады минус 2 косинус 120 градус көбейту синус альфа. Косинус 120-ны келтіру формуласымен былай жазамыз. 180 градус азайту 60 градус көбейту синус альфа. Минус 2, 180. Мінекей. 180-ні 60 алып тастадық. Екінші шеректе косинустың таңбасы. Минус косинус 60 градус көбейту синус альфа. Тең болады. Минус 2 көбейту минус косинус 60 градуста 2-ден 1-ге тең синус альфа. Сонда тек қана синус альфа шығады. Себебі 2 мен 2 қысқарып кетеді, минус пен минус плюс болып кетеді. Келесі 20-шы есеп теңсіздікті шешіңіз. Мына жерден жақшаны ашып аламын. 6х квадрат минус 2х артық 4х квадрат қосу 5х қосу 9. Барлығын бір жаққа шығарамын. 6х квадрат минус 4х минус 2х минус 5х минус 9 артық 0-ден. Ұқсастарын біріктіремін. 2х квадрат минус 7х минус 9 артық 0-ден. Нөлдерін табамын. Нөлге теңестіріп аламыз. Дискриминант табамын. 49 минус 4, 2 минус 9. 49 қосу 72. Тең болады 121-ді. Енді x1, x2 табамын. 4, 7 азайту 11, минус 1. Екіншісі 7-ге 11 қосам, 4-ке бөлемін. 2-ден 9, немесе 4,5. Минус 1, 4,5. Интервалдарға бөлдім. 0 аламын. Мұнда 0 апарып қоямын. Минус, плюс, артық. Теңсіздіктің шешімі минус шексіздіктен минус 1-ге дейін, 4,5-тен плюс шексіздікке дейін.